Akşam üzerimiz kazanız ye. Tersi al gittik. İş hastaydı. Bu ciddi bastamız koyup, bu oyunu yaşap koyduğunuz koyup, yani şu psikolojiden bizde bölmede birneşe zatlar tur. Осы заттарды түрту барысында сіздерге сұраққа жауап бересіздер. Ал бастайық. Сіздер пікіріңіздер. Қайда бастырады? Сіздер де кіріп отырыңыздар. Өте жақсы. Жарайсыздар. Аха. Жоқ, бізде ішкі бітірмек. Экран бітірмек, иә? Сіздер кіре беріңіз, кіре беріңіз. Қандай сұрақ шығады, өздеріңіз кіре беріңіз. Біраш қараңыздар. Астыңыздардың кіріңіздеріңіз, сіздер ойнайларыңыздар. Қайда бастырыңыз. Ойындарыңызда не болып тұрмыз? Кіріңізді ма? Қандай сұрақ шығады? Кіріңізді. Аты жөніңіз есіңізде. Басқарыңыз. Ал оқып едім. Оқи берсін. Иә? Ал кім жауап береміз? Қайсымыз жауап дейді? Осы сұрақтың. Кәнекей? Тұрғанымыз. Жауап береміз қал. Сондай сұрақ емес қой. Еш білу керек. Иә? Еш білу керек. Айта қойшы қайтадан сұрағын қайталай ғой. Өте жақсы, жарайсыздар. Жақсы, техникалық болып түсірді. Аға. Жақсы. Ал енді. Кім жауап береді? Қайда жауап берсін сізді арқасында. Қаныш болып жабық кеткен туралы айтылады. Иә, кейіннен бізде қаныштыққа. Кеңесте бізде Абдулғали деп жазылады болады. Енді жауаптарды жазып қойыңыздар, балалар жауап. Өйткені бұл жауап жазылған сайын бізде есік ашық көрейік. Келесі. Қасында ма сұрақтарыңыз? Айта қойыңыз. Қаныш Сәтбаев өз еліне деген сүйіспеншілігін Жақсы, келесі. Келесі сұрақ. Айта қойыңыз. Қаныш Сәтбаевтың Черчилльге айтқан сөздерін, оның қандай қасиеттері байқалғандығын Айта қой, айта қой. Өте жақсы,
Жаздыңыздар, иә? Жаза берейін. Жаза қойыңыздар. Жаза берейін. Соңғы сұраққа. Жақсы. Өте жақсы. Жарайсыздар. Тағы бір сұраққа қойыңыз. Соңғы сұрақ ма? Жас балалар, иә? Ашылы ма? Жарайды, жақсы. Енді бұл жерде бір техникалық ғылым болмаса. Соңғы сұрақ шығармада иә? Бағысыз. Жас қылы. Яғни, экранға басып аламыз. Ал Карсетбаев алуан түрлі тастар бар тауларды дархандап. Ал? Үкімет ма? Жоқ, негізінде қаттаған. Үстінде бір не тұр. Ал? Нет. Бас шешіп кеттім, иә? Қайта көрейік. Қосылып тұр. Тауларды дархан даланы жас көрген. Қазақ ұлына өлшеусіз үлес қосқан. Қазақстан ғылым мектебінің негізін қалаған геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының ұйымдастырушыларының бірі әрі тұңғыш президенті, академик Қаныш Имантайұлының өмірінен ғылым жайлы тың деректер оқырманды қызықтырары анық. Ендеше ғұлама ғалымның өмірінен қызықты деректерді ұсынамыз. Ғұлама ғалымның шыңғысынан Абдулғани арабшадан аударғанда шексіз байлық иесі, ешкімге мұқтажсыз Алланың құлы деген мағынаны береді. Ғани Қаныш еркелете келе Қанышқа айналды. Қаныш Сәтбаев өнердің сан саласында озық болған, музыка тыңдағанын ұнатқан, биді қадірлейтін. Археолог ғалым Әлкей Марғұланның айтуынша, Қаныш Сәтбаев полька, мазурка, вальс билерін билеуге қызыққан екен. Қаныш Имантайұлының алғашқы қазақ мектептеріне арналып ана тілінде жазылған
Балалардың ішінде ең кішкентайының халқын менен жемейік деп жауап беріпті. Қаныш Сәтбаев қазақ археологиясының бәйтерегі ғалым Әлкей Марғұланды қуғын-сүргін азабынан құтқарып, Алматыдағы КСРО ғылым академиясының филиалына жұмысқа алады. Сондай-ақ Сәтбаев оған археологиямен айналысуға да кеңес берген екен. Қазақтың тау тұлғалы алыптары Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов дос болған. Ұлы жазушы мен ұлы ғалым Семейдегі семинарияда бірге оқыған. Қаныш пен Мұхтар Әуезов көрген Сіләмхан ақсақалдың айтуына қарағанда, екеуі бір жатақханада бір пәтерде тұрған. Жастайынан бірін-бірі таппасып таныған қос таланттың арасындағы адал достық соңғы сәтке дейін жалғасын тапқан екен. Қаныш айтқан екен, Қазақстандағы жолмен даму үшін оның штабында халқының өз отанын көтеретін бар жан-тәнімен берілген адамдар қызмет етуі керек. Қаныш Имантайұлы домбыра мен гитарада тамаша ойнаған. Қазақ және украин әндерін да қатынап келген. Қаныш Сәтбаевтың орындауындағы әуендерді тұңғыш рет тыңдаған белгілі музыкатанушы Александр Захаревич Қаныштың орындауындағы 25 қазақ әнін жазып алған. Мәскеудің тапсырмасы бойынша Қазақстанның жерасты қазба байлығының картасы жасаған кезде Қаныш Сәтбаев 4-5 ірі кенішті картаға кіргізбейді. Бұл қалай деген орыс ғалымдарына ондағы рудалар өте тереңде жатыр. Қаржыны да, техниканы да көп қажет етеді. Сондықтан бұл жерді картаға кіргізуге әлі ерте екен. Ал өзімен сырлас, сыртқа сыр шашпайтын достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланға әдейі жасырып алып қалдық, кейінгі ұрпаққа да байлық керек шығар деген екен. Ұлыбританияның премьер-министрі Артур Иден кеңес одағында Қаныш Сәтбаев сынды әлемдік тұлғаның туғандығы ғажап құбылыс деген екен. Иә достар, біздің бүгінгі қызықты деректеріміз аяқталды. Егер ұнап жатса лайк басып, астына өз Білесіздер, балалар енді жаңа алмайды қабылдау. Бойынша тасымашылар бірінші жаңағы жезқазған қаласы ғылым жолындағы кестесін жасайсыздар. Алғанымызды маркеттеп, екінші күрсте қай қаласына болашаққа қарап жолға жастар. Асма Шықпаған, ана Шықпаевтың, иә? Ал келесі сізде жастар. Осыда жоқ, жерді қойыңыз. Маркермен неге жазғаныңыз? Кішкене қүйетіп, уақыт кетті. Болмайды, иә? Сыртқа да шықпайды, да? Сыртқа шықса не болады? Жоқ, сыртқан кеткен жоқ, сыртқа қапшыш. Әндеріңмен. Ну, үшін тасташы деп айтайын ба? Шығып көріңіз. Қайтадан баптамасыңыз. Текущий. Мынау дұрыс. Иә. Ал, не басыңыз?
Міне балалар. Ага. Жылдамдықты өткізіп, балалар иә, өйткені біз көбіміздің тағы тапсырмаларымыз бар иә. Болса, жастар қалды. Жұмысымызды аяқтайық. Кезін. Жақсы, бұтыр болды. Сен аяқтыңыздар. Жақсы. Қайтып қыстайсыздар. Сен осы жерде сөзін тоқтарына және ғылым мен білімге қазақ ғылымының шет елдерге танытылуы және алғашқы ғылым академиясын ашқан 1926 жылы. 1926 жылы жезқазған кен орнын ашқан болатын. Жақсы. Және жастар абай алгебра кітабын ашты. Өте жақсы. Сіздерімізді лисамызды. Бізде жалпы жүзі Сәтбаев жайлы оқып кестесі, яғни оның дамуы жайлы хронологияда жазсақ болады. Ең алғашқысы ол ол бізде алғашқы кезде болғандар. Екінші ол бізде 1941 және 1940 жылдарындағы ол алғашқы Жезқазғанда, Жезқазған қаласында Морган институтын орналасқан. Именно соғыс уақыты болған кезде. Кейін қазақтың ғылым академиясы негізін қалауы, яғни 46 жылдары атап айтқанда 1-ші бізде Қазақстанның ғылым академиясы алғаш ашылған болатын. Және сол ғылым академиясын ол бізде алғашқы сәті болып табылады. Ол сайланған болатын. Және де ғылым кадрларды даярлау, минералогия және геология салаларында ол бізде Жақсы, рахмет балалар, иә? Жақсы, 1941-1946 жылдары соғыс жылдарында
1920-1930 жылдары геология ғылымындағы үлес қосу кезеңдері 1930-1940. Бұл жұптық жұмыс. Енді мына жерде бір ұмытып қалды. Сіздерге берейін. Үшеуміз жасай береміз. Сіздерге тапсырма қарастырыңыздар. Бірінші топтағы сіздерге тапсырмалары. Мыналардың көшесін толтыру керек сіздерге. Ал сіздерге біздің мекемелерді сіздерге сәйкестендіру керек. Жасайын демізде. Олар екеу жетеді. Негізісін білсеңіздер болды. Ал қай жақтан біз бастап келеміз? Алтауымыз. Сіздер кім бастайды? Замандағы тарихи тұлға үлкен болған заманнан бастап Қаныштың өсіп ғылымды дамытуда маңызды рөл атқарған туралы баяндалған. Қаныштың қандай байланысы болды? Қаныштың себебі әрі өзі археолог мемлекет тарихын салада сізге жасаған болатын. Екінші тұлғамыз Мұхтар Әуезов. Заманнан бастап Қаныштың қазақ мәдениеті мен әдебиетін қолдаудағы ерекше мән берген. Қаныштың қандай байланысы болған? Қазақ әдебиеті ғылыми дамуда Қаныштың осы әрі рухани себебі болады. Өте жақсы сөйлестіңдер. Тәуекелдік аралығы мемлекеттік тарихы саласында көп дамуы нәтижесі кеш қарғыс кезеңде салғасын талай шаруасы теңдеген шаһарасы беті асыл суретшілерді бұл басты тұлғаны Қанышқа Жақсы, рахмет. Қиыншылықтар қаншама дәл көтеріп алғанымен кездесе алмады. Елімізді татырай жөнінің алып шыдан артып
Жақсы, рахмет талғат. Келесі бастамамыз яғни бізге осы жеке жұмыс болып аталады. Сол жерге тоқтағанымыз болады. Жеке рөлін қағазға тоқтар едім. Тездетеміз ел болады. Қысқа да қысқа. Айтын саны үйреншік бар. қайтадан екі рет Кім аяқтағы оқып беруге болады. біз аяқтаймыз. Ставок мы аяқтадық. Студион. Енді болмады. Сендер болдыңыз ба? Жақсы. Енді жеке жұмыс. Болдық, иә? Сендер болдыңыз ба? Жақсы. Ал представление не десең. Жақсы. Ал Қараша қайсы мектебінде Крешетler топлығының көзі дамудың данышпан болу. Шunu оқылса сыртыңызды кесіндіретін шынайылығына өте жақсы жарыстар қосымша. Жақсы. Ал сендер. Қосымша Шымантай Осипбаев туралы өз мақтанышы қоғам ғалым қазақтың алғашқы академиясы биолог және қоғам қайраткері. Ол сыртқы келбетімен де ішкі болмысымен ерекше тұлға болған. Келбеті салмақтылық пен парасаттылықта айқын көрсетеді. Жақсы. Жаздыңыз ба? Шүменов ол қазақ қанаттың ұстазы, білімдар, ойшыл, зиялы тұлға және теолог. Жақсы. Кім айтты, иә? Оқыңыз ба? Өзіңіздің жұмысыңызды оқыңыз. Мектеп оқулықтарын жазуға және оның ішінде ағылшынша оқытуға үлес қосқан. Жақсы, рахмет. Өте жақсы, жарайсыздар. Келесі біздің тапсырмамыз, яғни осындай жаңағы барлық бөлімдерді былай отырып, енді біз болмасағы тағы да не қылғаннан кейін
Sarhoş. Çok. Çok haklısın. Pero, yani, maravilhoso. Aha. Vallahi usta жаңағы біз жаңағы мәліметтерімізді қарастырып отырмыз өзіміздің сарабымызда біз істейді аға тасымалға орнап қойды. Енді мынаның сылқасын тақырып көзбен жақсы біз тақырып жасаймыз. Сыртына ал енді істеңіздер олар жақсы. Құлықты жауып қойсын жасалады. Ал Назира жақсы көрейік. 3-1 минут тұрады дейді. Біз тағы отырайық оларға. Жақсы, рахмет. Келесі. Балам, тез-тез өзіміз көреміз. Не? Өте жақсы жарайсыздар. Келесі историк. Ой, шайсыздар. Келесі сұрақ. Кім историк? Ау? Көрейік. Ой, келесі сұрақ. Ал, олар. Сіздер сұрақ өздеріңіз оқимысыз. Көрдік. Жақсы, келесі сұрақ. Айдын жауап беремін дейді. Жақсы жарайсыздар. Келесі сұрақ. Жайнап келе жатырмыз, ал хатқа жауап берейік. Кім? Әлкем Арман дейді. Қателеспейді. Жүсіпбек Айман дейді. Келесі сұрақ. Айдын. Арыстатбаев Семей қаласындағы мұғалімдер даярдайтын семинарға оқуға түскен мерзімі 2009. Жақсы. Келесі сұрақ. Ауылға келіп шыққан курстастар. Жақсы жарайсыздар. Келесі. Бұл қай бөлімді айтып еді? Өте жақсы. Ал кім енді? Құрмантай ма? Матай ма? Құрмантай, жақсы. Келесі соңғы сұрақ бізде. Ал жайын. Осы. Жақсы, өз-өзімізді алып қояйық. Керемет жақсы, келесі біздің. Соңғы кезеңімізге де келіп жеттік. Яғни, енді балаларға біз келіп
Әнекейге байланыстырыңыздар. Екі жағдай, бір сіздің білдіретін жаңағы сөз. Әнекейге кері ойнамыз. Сізде де кері ойнамыз беребедіңіз болады. үш аспектте мен қарастыратын ғылыми жолы осының өмірі және қолға қосқан үлесі. Екіншіден ол және сезімді көтеретін сипат болған. Бүгінгі сауда өте қызықты әрі пайдалы өтті. Қаржы сәтпаев туралы білімімізден қалды. Сөзді қатты туғызбады, себебі қаржы сәтпаев туралы жақсы түсінген болатынмын. Өте сезімді білдіретін сөз өте сабақта мен үшін үш аспект жұмыс қаныш сәтпаевтың кино шыққан жердегі алаш отанмен тікелей байланысты енді туылған жағдай екеу болды, бірақ мен үшін ол жылдар сезімімді білдірсем саған жоғары деңгейде өткізді. Жақсы. Рахмет қалғандарымыз тапсыра беруге болады. Оқи қойыңыз. Жақсы, рахмет балалар. Үйде біз тапсырма ретінде сіздерге көп рахмет. Бүгінгі сұраққа қатысқан барлық барлықтарыңызға